Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен фисташковый торттың рецептімен бөлісемін. Торт 3 бөліктен құралған, ол фисташковый бисквит, шиеден конфи және фисташковый крем даярлайтын боламыз. Торт өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Жеген жандардың көңілінен шығары сөзсіз. Осы рецептпен тортты заказға даярласаңыз да болады, немесе жақындарыңызға ұсынсаңыз, өте керемет десерт болып табылады. Торт бисквиті үшін 4 дана жұмыртқа, 160 грамм қант, 5 грамм разрыхлитель, 100 грамм ұн, 28 грамм фисташка ұны, 36 грамм өсімдік майы және 1-1,5 ас қасық фисташковая паста қажет. Алдымен 4 дана жұмыртқаны құрғақ әрі таза ыдысқа саламыз. Оған қанттың барлығын салып, миксермен жоғары жылдамдықта шамамен 10 минут көлемінде араластырамыз. Жұмыртқа ағарып, оның көлемі шамамен 3 есе ұлғаюы тиіс. Миксердің басын көтерген уақытта жұмыртқа баяу ағып тұруы тиіс. Құрғақ заттарымыз ұн, фисташка ұны және разрыхлительді бір ыдысқа салып, оны біркелкі болғанға дейін венчикпен араластырамыз. Бұл рецептте мен 100 грамм ұн және 28 грамм фисташка ұнын қолдандым. 28 грамм фисташка ұнын кәдімгі ұнмен ауыстырсаңыздар болады. Сонда 128 грамм кәдімгі бидай ұнын аласыздар. Келесі кезекте жұмыртқа басылып қалмай бисквит жақсы көтерілу үшін құрғақ заттарымыз бен сұйық заттарымызды кезектестіре отырып жұмыртқаға қосамыз. Құрғақ заттарымыздың бір бөлігін жұмыртқаға қосамыз, біркелкі массаға айналғанға дейін миксердің баяу жылдамдығымен аз ғана уақыт араластырамыз. Негізінен силиконовый лопаткамен астынан үстіне қарай араластыру қажет, бірақ миксердің баяу жылдамдығымен араластырсаңыздар да болады. Иіссіз сұйық майдың бір бөлігін құйып, тағы да миксермен біркелкі масса айналғанға дейін баяу жылдамдықта араластырамыз. 1,5 ас қасық фисташковая паста қосамыз. Біркелкі массаға айналғанға дейін миксермен араластырамыз. Фисташковая пастаның екі түрі болады. Оның бірі десертная, екіншісі натуральная фисташковая паста. Десертная фисташковая пастаның құрамында бояу болғандықтан, оны торттарға, кремдерге қосқан уақытта оның түсі өте әдемі болып келеді. Ал натуральная фисташковая паста аты айтып тұрғандай қоспасыз болғанымен, оны торттарға қосқан уақытымызда ол өзінің әдемі түсін бере алмайды. Сондықтан пастаның табиғи түрін қолданар болсаңыз, тортқа міндетті түрде аздап жасыл краситель қосу қажет. Келесі кезекте құрғақ заттарымыздың екінші бөлігін қосып, оны миксермен баяу жылдамдықта біркелкі массаға айналғанға дейін аздап араластырамыз. Мен натуральная фисташковая пастаны қолдандым, сондықтан мен бір тамшы торттың бисквитіне бояу қостым. Егер десертная фисташковая пастаны қолданар болсаңыз, ол өзінің әдемі түсін тортқа береді. Сондықтан дүкеннен табар болсаңыз, десертная фисташковая пастаны қолданғаныңыз абзал. Соңында қалған сұйық майдың барлығын қосып, біркелкі массаға айналғанға дейін миксермен баяу жылдамдықта араластырамыз. Он 16 сантиметрлі форманың астын фольгамен ораймыз, оған бисквитті құямыз. Мен бисквитті екі формада пісірдім. 160 градуста қызып тұрған пеште шамамен 25 минут пісіреміз. Егер бір форманы ғана қолданар болсаңыз, 160 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіресіз. Бисквиттің піскенін міндетті түрде ағаш палочкамен тексеріңіздер. Бисквит өздеріңіз көріп тұрғандай өте жақсы көтеріледі, сондықтан екі форманы қолданғаныңыз абзал. Бисквитті сетканың үстінде суытамыз. Суыған бисквитті формадан шешеміз. Содан соң бисквитті пищевая пленкамен орап, 6-8 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Сондықтан бисквитті алдын ала жасап қойған абзал. Конфи даярлаймыз. Ол үшін бізге 280 грамм сүйексіз шие қажет. Шиенің қатырылған түрін қолдансаңыздар болады. 65 грамм қант және 13 грамм жүгері крахмалы қажет. Жүгері крахмалын картоп крахмалымен алмастыруға болмайды. Мен шиенің қатырылған түрін қолдандым. Оған қанттың барлығын қосып, оны газға қоямыз. Жүгері крахмалына 2 ас қасық су қосып, оны жақсылап араластырамыз. Шиенің суы шығып аздап қайнай бастаған уақытта оған крахмалды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Конфиді силиконовый лопаткамен араластыра отырып, баяу отта қоюланғанға дейін газда ұстаймыз. Қоюланған конфиді газдан алып, оны толық суытамыз. Ыстық конфиді тортқа қолдануға болмайды. Тортты құраймыз, ол үшін бисквитті 4 бірдей бөлікке бөлеміз. Бисквитті түзу әрі оңай бөлу үшін менің әдісімді қолдансаңыздар болады. Ол үшін бисквитті айналдыра отырып, пышақпен кесетін жерімізді белгілеп аламыз. Кәдімгі жіпті пайдалана отырып бөлеміз, оны бисквитті кескен жерімізге орналастырамыз. Жіптің екі басын біріктіріп, баяу өзімізге қарай тартамыз.
Осы әдіспен сіз бисквитті түзу әрі оңай бөле аласыз. Тортқа крем даярлаймыз. Кремді міндетті түрде тортты құрардың алдында даярлау қажет. Крем үшін 500 грамм творожный сыр, 90 грамм 33% сливки, 70 грамм сахарная пудра және 1 ас қасық фисташковая паста қажет. Творожный сырға сахарный пудраны қосып, бір келкі массаға айналғанға дейін миксермен араластырамыз. Фисташковая паста мен сливкиді қосып, барлығын бір келкі массаға айналғанға дейін миксермен араластырамыз. Мен натуральный фисташковая паста қолдандым, ол кремге өзінің жасыл түсін бермейді. Сондықтан мен бір тамшы жасыл бояу қолдандым. Егер десертная фисташковая пастаны қолдансаңыз, ол бояуды қажет етпейді. Бір келкі массаға айналғанға дейін миксердің жоғары жылдамдығымен араластырамыз. 16 сантиметрлік форманың ішіне ацетатная пленка кигізіп, оның астына бірінші коржды орналастырамыз. Егер тортты заказға даярлайтын болсаңыз, міндетті түрде астына подложка төсеп, подложканың үстіне тортты жинаңыз. Даярлап алған кремді кондитерский мешокқа салып, бір слой крем жағамыз. Кремнің үстіне конфиді орналастыратын боламыз, сондықтан жан-жағын креммен бортики жасап, яғни қабырғасын жасап аламыз. Ортасына конфиді орналастырамыз. Үстіне екінші бисквитімізді орналастырамыз. Бисквитті сүтпен немесе сахарный сироппен пропитка жасаймыз. Мен сүтпен пропитка жасадым. Келесі слой кремімізді жағамыз. Кремнің үстіне үшінші бисквитті орналастырамыз. Орналасқан бисквитке пропитка жасаймыз, үстіне крем жағамыз және бортики жасаймыз. Бортикидің ортасына қалған конфиді орналастырамыз. Торттың бетіне соңғы бисквитімізді орналастырамыз. Бисквиттің бетіне сүтпен пропитка жасаймыз. Қалған кремді торттың бетіне жан-жағына тегістеп жағып шығамыз. Дайын болған тортты бірнеше сағатқа холодильникке салып қоямыз. Торттың сыртын ганашпен немесе крем-чизбен қаптасаңыздар болады. Осымен біздің өте ерекше, дәмді әрі әдемі тортымыз дайын. Сіздерге де міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Ал мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Жақын арада өте ерекше дәмді шоколадты Ferrero Rocher тортының рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде қоңырауды басып, менің арнамнан алыстамаңыздар. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.